Женет мырза, үйіңіз өте әдемі екен. Қалай жақсылап тексердіңіз бе? Түпнұсқа ма екен? Солай айтқым-ақ келеді балалар, бірақ өкінішке орай бұл сурет көшірме. Көшірме, болмайды. Көшірме дейсіз бе? Демек құнды деген сөз. Жоқ, түпнұсқа емес дегенді білдіреді. Қалай сонда? Түпнұсқа емес дей ме? Суретті дұрыс салмаған ба? Қылғаламы жалған ба? Не дұрыс емес? Айтыңызшы. Суретшінің төл туындысына еліктеп салыпты. Оған қоса өте жаман салған. Яғни, ары кетсе 100-200-ге сата аласыңдар. Болды. Айбеке, ұста мені. Тоқта. Ұстамаған бірдеңе болып жатыр. Сіз оны қайдан біліп қойдыңыз? Бұған қалай сенді болып отырсыз? Сол жағын білгім келіп барады. Әр суретшінің туындысының үстінде немесе артында өз қолтаңбасы болады. Көріп отырғандарындай, алдыңғы және артқы жағында қолтаңба жоқ. Мына қолтаңба суретшінікі емес. Сондықтан өте өкінішті балалар. Қалай оныкі емес, менің қолтаңбам солай. Көңіліміз түсіп кетті ғой Жүнет аға. Бірақ түсінемше ештеңе істей алмайтын сияқтымыз. Айтпақшы айып етпе, сенің уақытыңды алдық. Ештеңе етпейді. Қане достар, кетейік. Қане? Аға, тағы да қараш, көзілдіріңді дұрыстап тақ. Мүмкін жасырын қолтаңбасы бар шығар. Мына жерді қараш, осы тұста қолтаңбасы бар шығар. Қара, жақыннан қара. Оғылжан, ештеңе істей алмаймыз. Бұл кісі маман. Қыз осындайда маман болам екен, осындайда маман болам екен. Есімнен адасатын шығармын. Ана адамға 1000 лира бердің ғой. Тағы да көп рахмет Жүнет аға. Оқашық, кездескенше. Аға, өтінем сенен тағы бір қараш, Қараш, бауырым, жіберіңдерші, тағы да сөйлесейін. 100-200-ге өтет деген нес? 100-200-ге өтет дегені қалай? Оның көзі дұрыс көрмейді. Мен сендерге айтайын. Жынданатын шығармын, тағы да қан қысымым көтеріліп кетті. Апам қолыма суретпе ұстап, мені бүкіл ауданды айналдырып қуатын болды ғой. Қап. Асыра сілтеме бауырым, ештеңе істей алмаймыз. Біздің жолымыз болмайды ғой. Қайта сурет түпнұсқа болып шықса, таңғалуға болатын еді. Мен саған айтайын. Шынымен, бәрі жақсы болып осы ғана қалған жоқ. Омар, қан қысымым. Ұста мені. Ұста. Тоқта, отырып сабама түсейінші. Қабая. Жақында бар ғой, бір түс көріп едім. Бір керемет жерде жүр екенбіз. Түсінесіңдер ме? Дастархан жайылған үстінде апельсин шырынан бастап дәмді тамақтың бәрі бар. Самсап тұр. Сол кезде басымды көтерсем, ерен отбасы жоқ. Кім бар? Басқа бір отбасы. Оң қолыма қарасам, қолымда қылғалам тұр. Не істеп жатырмыз? Бірдеңе бояп жатырмыз. Бауырым, қашан біздің жолымыз болады осы, а? Айтпақшы, саған да көп рахмет. Қаншама сарапшыны іздедің, талпындың, Жүнет мырзамен келістің. Рахмет. Оқашық сүйіктім. Мен ештеңе істеген жоқпын ғой. Тыңдап тұрмын, Сарып. Омар, сәлем. Не істедіңдер, сурет сата алдыңдар ма? Қызық болып тұр. Сол үшін хабарласып жатырмын.